أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті ардақты жамағат, бүгін айтатын насихатымыздың тақырыбы жат ағымнан сақтану жайында болмақ. Жат ағымға кірместен бұрын әуелі ислам дініміздің не мағына беретіндігін жайында тоқталып өтер болсақ, бұл араб тілін аударғанда аслама юслиму исламун, яғни амандық, бейбітшілік, мойынсыну, бағыну деген мағыналар береді. Аллаху Тағала Құран Кәрімде Анбия сүресінің 107 аятында былай деп бұйырады: Астағазу биллах ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Біз сені әлемдерге тек рахым етіп қана жібердік делінген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның да адам мен адамның арасында, қоғамда басқа дін өкілдерімен де жақсы қарым-қатынаста болуында, оларға да рахым мейірімін жеткізу мақсатында келген. Алла Тағала Құран Кәрімде Анкабут сүресінің 46 аятында былай деп бұйырады: "Вала туджадилу ахлал китаби илля биллати хия ахсан." Кітап иелерімен ең көркем түрде сыпайылық пен әдептілік сақтап пікір таласыңдар. Міне қарап отырғанымыздай, Алла Тағала тек мұсылмандар өз арасында ғана емес, басқа дін өкілдерінің де құрметпен қарауымызға бұйырып отыр. Қазіргі таңда көптеген жастарымыз өздерінің білімсіздігінің арқасында ел арасында бүлікті тудырулары олардың білімсіздігінің себептері болып саналады. Бүлік жайында Алла Тағала Құран Кәрімде 217 аятында былай деп бұйырады: "Астағазу биллахи минаш шайтанир ражим вал фитнату акбару минал қатли." Бүлік шығару адам өлтіруден де ауыр күнә. Сонымен қатар Маида сүресінің 64 аятында Алла Тағала "Валлаху ла юхиббул муфсидин." Алла Тағала мұсылмандарға ішінде бүлік шығарушыларға тыйым сала отырып, Алла Тағала бүлік шығарушыларды жақсы көрмейді дейді. Мінекейіңіз, қазіргі таңда көпшілік қоғамымызда жат ағымның жетегінде кетіп жатқан көпшілік жастар тек қана өздерінікін ғана дұрыс санап, басқа адамдардікі бұрыс секілді көрініп, өздерінің білімсіздігінің арқасында ислам дінімізде Құран аяттарын, сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерін тікелей түсіну арқылы қоғам ішінде үлкен бүлікшілік тудыруда. Алла Тағаланың өзі өз арада бүлік тудырмауға, өз арасында мұсылмандарда бір-біріне бауыр етіп, бір-бірін жақсы көруге, керек болса басқа дін өкілдерінің өзіне құрметпен қарауға бұйырып отыр. Қарап отырғанымыздай, Ниса сүресінің 59 аятында Аллах Тағала: "Я айюхаллазина аману ати'уллаха ва ати'ур расула ва улил амри минкум." Ей иман еткендер, Аллаға, пайғамбарға және өз араларындағы әмір иелеріне бойұсыныңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Сахих Муслимде жеткізген хадисте: "Ман ата'ани фақад ата'a Аллах." Кім маған мойынсұнса, бағынса, ол Аллаға бағынғаны дейді. "Ва ман асани фақад аса Аллах." Кім маған қарсы келсе, қарсы шықса, ол Алла Тағала қарсы шыққаны болып саналады. "Ва ман юти'ил амира фақад ата'ани ва ман ясил амира фақад асани." Яғни кім әміршіге бағынса, маған бағынғаны. Кім әміршіге қарсы келсе, маған қарсы келген дейді. Мінекейіңіз көріп отырғанымыздай, Аллаға әрі оның елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға мойынсынумен қатар өз арамыздағы басшылыққа да бағынуымыз әрбір мұсылманның міндеті болып саналады екен. Сонымен айтар болсақ, Қазақстандағы қара шаңырақ болып саналатын Қазақстан мұсылмандар діни басқарманың бұйырған, сонымен жүрдеген дәстүрлі дініміз имам Азам Абу Ханифаның мазхабымен жүруіміз, бұл бізбен сіздің қоғам арасындағы бір бағытта жүруіміз және бейбітшілікті ұстануымыз және ақиқатында ислам дінінің бұйырған жолымен жүруіміз болып саналады екен. Алла Тағала Құран Кәрімде Хужрат сүресінің 10 аятында былай деп бұйырады: "Астағазу биллахи минаш шайтанир ражим иннамал муъминуна ихва фааслиху байна ахавайкум ваттақуллаха лааллакум турхамун." Шын мәнінде мүминдер бауыр, сондықтан бауырларының арасын жарастырыңдар және Алладан қорқыңдар. Мүмкін Алла Тағаланың игілігіне бөлінесіңдер дейді. Алла Тағала баршамызға ауызбіршілік, ынтымақ, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық беріп, дін исламымызға Алла қуат берсін. Жат ағымнан сақтанудың бірден бір жолы бұл бізбен сіздердің білімімізді арттыруымыз және білім иелерінен сұрауымыз болып табылады екен. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин.